Мына ЗАГСты таппай, 2 айналған шығар мына жерді. Картаға қарасам, осы жерді көрсетіп, төбесіне қарасам, ешқандай жазу жоқ. Ой, молодец, зорға жазып қойсыңдар. Өмір ғой қалғым, бұны да көрейікші. Ғайыптан тайып ажырасам келсеңіз, мен сияқты мынандай ЗАГСқа келіп әуре болып жүрмеңіздер. Егер ортада бала болса, дүние мүлік болса, 18 жасқа дейін толмаған. Егер атыңызда ортақ дүние мүлік болмаса, ортада бала болмаса, онда осы ЗАГС ажырастырады екен. Ал бала болса, 18 жасқа толмаған, дүние мүлік болса, бөліну керек. Онда тек сот ажырастырады екен. Біліп жүріңдер. Мені сотқа берді. Қалайсыздар, амансыздар ма? Инстаграмнан жоғалып кеткеніме біраз уақыт болды. Оған себеп менің өз өмірімде де көптеген өзгерістер болып жатыр, және де сол өзгерістерге байланысты қолым тимей кетті. Ең басты мәселе, сіздер білесіздер, мен ырыс-бала туралы көп мәліметтер айтып жүрдім. Мәліметтер болғанда сұрақтар қойып жүрдім. Сұрақ болғанда, дәлірек айтсақ, мен оның өмір баянын зерттеп, болмаса кіммен жатып, кіммен тұрып жүрсін деген сұрақтар емес, как обычно біздің қазақтар жақсы көретін. Дәлірек айтқанда қайырымдылық қоры туралы сұрақтар болды, және де соған байланысты дау болып кетті. Ол. Енді ең басынан бастайтын болсақ, неге мен ол сұрақтарды қойдым? Бұл чисто логика, қыздар, жігіттер. Өйткені былай қарап отырсаңыздар, токта естеріңізде ма, осыдан алдыңғы жылы ма бір кісі КамАЗы ма, машинасы ма өртеніп, токқа шығып, 4 күннің ішінде 25 миллион жинап алады. 4 күннің ішінде. Ол бір атағы жер жарып тұрған блогер емес, саудагер емес, әнші емес. Ол әшейін қарапайым қазақ, оның тиктогы да болмаған, оның страничкасы да болмаған. Ол просто вынужденно халықтан ақша жинауға мәжбүр болды. Сөйтіп, сол кісіге енді біздің қазақ қайырымды жандар өте көп, біз жомарт жандар өте көп, 4 күннің ішінде 25 миллион жинап береді. Сонымен дау болады, оны Руслан Өтепбай студиясына шақырады, бастығын шақырады, сонымен сондай. Енді мен соны көре тұра, бірге бірді қосаламыз ғой, Құдайға шүкір да. И мен айтамын, мынандай сұрақ қоямын, ең біріншісінде. 25 миллион жинап алды. Енді ол қарапайым водитель 25 миллион жинап алса, ырыс-бала Экранбай қызы 4 күнде қанша миллион жинап жүр деп. Сол кезде сіздер мені жерден алып, жерге салдыңыздар, я? Сен оттапсың, сен бүйтіпсің, сөйтіпсің деп. Енді ладно, алдыға қарай шаппай қойын. Енді ырыс-баланың қолдаушыларына бір күн андай күшті настроениемен жүру үшін бір себеп берейін мен. Сіздердің сүйікті де сүйкімді блогерларыңыз, қайырымды жан, аяулы ана мені сотқа берді. Осы жерде ду-қол шапалақ фейерверки, ырыс-баланың қолдаушылары бүгін тойлаңыздар. Ал қызығын келесі рилстарда айтам. Ырыс-баламен сотқа берді. Ал енді екінші часть ырыс-баланың жыры баяғы. Не деймін енді, ырыс-баланың қолдаушылары сіздерге тағы да бір күн қуанышты, езулеріңізден күлкі кетпей жүруге мүмкіншілік берейін, тоқетерін айтпай қояйын. Ырыс-баламен сотқа берді, тағы да бір қуанып қойыңыздар. Және де осы орайда мен ырыс-баланың қолдаушыларына иіліп рахметімді айтам. Неге дейсіздер ғой, я? Дәл сіздер болмағанда осы істің аяғы осындай болмас еді. Сіздерге үлкен рахмет, то, что вы меня мотивируете, то, что вы меня вдохновляете. Сіздер мені алдыға сүйреп жатсыздар. Сіздердің арқаларыңызда талай тірлік бітті ғой. Егер сіздер осындай көп сөз жазбағанда маған, сен қатын аузыңды жап, ырыс-балаға дым істей алмайсың, сені орнына қойып тастайды, үйтеді, бүйтеді деп қайрамағанда, негізі осы іс жылы жабыла салар еді. Енді білмеймін, мен рахмет айту керекпін ба, әлде ырыс-бала сіздерді боқтау керек па? Неге екенін осы рилстардың соңында түсінесіздер.
Енді Ырысбала мені сотқа бергеннен кейін әрине оның юристі маған хабарға шығады, және де мен басымды иіп кешірім сұрап Ырысбаладан, Ырысбала ханым кешіріңізші, енді миыма ауысып осындай шығарып қойыппын десем, енді қайырымды жан ғой, білесіздер, жүрегі нәзік, аяулы ана, сүйікті жар, мені кешіретін еді деп ойлаймын. Енді мен Конца Таталова мен жерге тығып жібермейтін еді ғой. Енді кешірімін берер еді, негізі мен кешірім сұрасам, бірақ та қуанышыма орай дейін ба, Ырысбаланың өкінішіне орай дейін ба, мен Қазақстандағы ең мықты, ең ісінің маманы, керемет заңгерлермен, к сожалению, к моему счастью, таныспын. Ол кісілерді енді сіздер де осы соңғы айларда біліп қалдыңыздар. Заңғар компаниясының юристтары, заңгерлері Айнұр Кумаровна және де Тұрғангүл Ерсайыновна. Осы екі кісінің арқасында көп тірлік бітті, және де осы іс басталған кезде, мен сотқа берген кезде ол кісілер маған айтты: Диана ханым, еш уайымдамаңыз, тірліктің барлығын бізге беріңіз, мәліметтеріңізді бізге беріңіз, және де өзіңіз ештеңке, былай айтқанда, ничего не предпринимайте. Бұл теманы жаба тұрыңыз, қызықтың көкесі алда, деді.